10 маусым халықаралық балаларды қорғау күніне орай Қызылорда қаласындағы мәдениет және демалыс паркінде кең көлемде мерекелік шара өтті. Балғындарға арналған думанды кеште өнер көрсетіліп, спорттық сайыстар ұйымдастырылды. Сонымен қатар жыл бойы түрлі салада үздік нәтиже көрсеткен оқушылар марапатталды. Мерекелік шара барысында балалардың жан-жақты дамуына мемлекет тарапынан жасалып жатқан қолдаулар айтылды. Қалада жаңа спорт нысандары мен ойын алаңдары салынып, жазғы демалысты тиімді өткізуге арналған лагерлер жұмысын жалғастыруда. Сондай-ақ дарынды және әлеуметтік қолдауды қажет ететін оқушыларға арнайы сый-сияпаттар табысталды. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев: баланың күлкісі мен бақыттан артық ештеңе жоқ. Осы мерекеде бәріміз оны айқын сезінеміз. Өскелең ұрпақтың жан-жақты дамуына қолайлы жағдай жасау мемлекетіміздің басты міндеттерінің бірі деді. Өйткені жас ұрпақтың мықты азамат болып өсуі еліміздің тұрақты дамуына және баянды болашағына жол ашады. Бұл тұрғыдан шаһарымызда балалар игілігі үшін көптеген үлкен істер атқарылуда. Мемлекет басшысының, үкіметтің ерекше қолдауымен пайдалануға беріп жатқан, салынып жатқан түрлі спорттық нышандар, ойын алаңдары, шығармашылық және инновациялық орталықтар, заман талаптарына сай мектептер соның дәлелі. Мерекелік жиында білім мен өнер, спорт салаларында жетістікке жеткен оқушылар марапатталды. Олардың қатарында республикалық және халықаралық байқауларда жеңімпаз атанған дарынды жастар да бар. Балалар үшін ұйымдастырылған концерттік бағдарлама мен ойын-сауық алаңдары ерекше көңіл күй сыйлады. Жалпы ұстаз әрдайым ізденіс үстінде болу керек. Осы ізденістің арқасында оқушымды жетілдіріп, білімге деген құштарлығын байқап, зерттеушілік қабілетін көру арқылы осы оқушымды дайындап, біз Қонысбек Айару оқушым екеуміз байырғы өлшем бірліктердің алғашқы түсіндірме сөздігін жарыққа шығардық. Бұндай түсіндірме сөздік бұрын соңды жоқ, біз алғаш болып жарыққа шығардық. Бұл жетістіктің арқасында білімге деген құштарлығымыз, сабырлығымыз, ізденімпаздығымыз, еңбекқорлығымыз жатыр деп ойлаймын. Балаларды қорғау күніне арналған мерекелік шара марапаттау рәсімімен қорытындыланды. Дарынды оқушыларға бағалы сыйлықтар табысталып, ұстаздар қала әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Ал мерекелік кеш балалардың шат күлкісімен, көтеріңкі көңіл күйге толы әсерлі сәттермен есте қалды. Ержан Смағұл, Ерасыл Тұрсынбай, Жеті Ньюс.